Қазақстанда 180 спорт түріне мемлекет тарапынан ақша бөлінеді екен. Алайда осынша қолдауға ие бола отырса да отандық спорттың көсегесі көгермей тұр. Туризм және спорт министрлігі енді тиімсіз спорт түрлеріне қаржы бөлуді қысқартамыз деп жатыр екен. Қаржыдан қағылатын қандай спорт түрлері? Ақшаны азайтамыз деп бұқаралық спортты ақсатып алмаймыз ба? Бүгінгі талқысы. Ассалаумағалейкум. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Парламент мәжілісінің депутаты Данияр Қасқарауов, қоғам белсендісі ультрамарафоншы Марулан Ермағанбет, журналист, спорт журналисті Аслан Қаженов және Қазақстан Таеквондо Федерациясының бас хатшысы Олжас Беспаев. Құрметті көрермен, бүгінгі тақырыпқа қатысты ой пікірлеріңіз, қояр сауалдарыңыз болса, біздің тікелей эфирдің нөмірі және WhatsApp нөмірі төменде көрсетіліп тұр. Хабарласыңыздар, хат жазыңыздар дейміз. Енді кейінгі жылдары қазақ спортында ауыз толтырып айтатын нәтиже азайып кетті. Мұны президент те айтып, спорт саласында реформа керек, бөлінген қаржының есебі түгенделу қажет деген еді. Құрметті спикерлер, алдымен президенттің пікірін тыңдап алайық. Одан әңгімемізді жалғастырамыз. Пікірін берсеңіздер. Жыл сайын қомақты қаржы спортты дамыту үшін бөлінеді. Алайда біздің кәсіби спорттағы көрсеткіштеріміз аса жоғары деңгейде емес. Ашығын айтуымыз керек. Мемлекеттен бөлініп жатқан қаражат барынша тиімді жұмсалмайды. Мұндай жағдайға жол беруге болмайды. Спорт саласына түбегейлі өзгерістер, яғни реформа қажет. Реформа қажет деп айтса айтатында 21 жылы Токиода өткен жазғы Олимпиада ойындарында 8 қолағана қол жеткіздік. Былтыр Ханчжоуда өткен Азия ойындарында 11-ші орынға тұрақтауымыз ел спортында қордаланған мәселелер бар екенінің бір белгісі болса керек. Данияр мырза, сіз енді спорттан алыс адам емессіз, соның қазанда қайнап жүрген азамат деп білеміз сізді. Президент айтып отыр, қаржыны белгілі бір тұрғыда мақсатты түрде жұмсалмай жатыр ма? Қаражат бөлдік, нәтижесі қайда деген ашық сұрақ қой, былайша айтқанда. Енді спорт төңірегінде өте көп кейін кезде айтылып жатыр. Қазір заң келіп біздің парламентке түсті. Енді бөлінген қаржының көптігіне қарамастан соңғы осы Азия Олимпиада, Токио Олимпиадасынан бастап соңғы Азия ойындарында көрсеткен жетістігіміз әрине әлде қайда 1996 Атланта Олимпиадасынан бері салыстырғанда 4 есеге құлдырап кетті. Енді бұның жауабын іздеген кезде енді президенттің берген тапсырмасы бойынша біздегі қарап отырсаңыздар, енді жаңа көрші мемлекеттер, басқа мемлекеттермен салыстырған кезде енді 80 миллион халқы бар. Жаңа Германияда 18 федерация болса, бізде қазір уақытта 180-ден астам спорт түрі мемлекеттен қаржыландырып отыр екен. Енді бұл туралы біздің әріптесіміз өте жақсы Нартай Аралбайұлы, көптеген мына қасымда тұрған журналист Аслан өте жақсы көп жерлерде айтып жатыр, көтеріліп жатыр. Яғни бір себебі федерациялардың көп болуынан деген бұл жерде себептер өте көп деп ойлаймын. Соның бір шетін дейсіз. Енді қаржының көп кетуі, мен ойымша, ешкімге қажеті жоқ. Ешкім атында, затында осы спорт саласында жүрген, өзімізде естімеген спорттың түрлерінің көбейіп кетуі деп есептейміз. Аслан мырза, 180 спорт туралы алғаш жазғандардың бірі өзіңіз болдыңыз. Бұл спорт қоғамында, спорттың ішінде қайнап жүрген адамдарды да, тіпті министрліктің де шамбайына тие бастаған әңгіме болды ма? Әйтпесе спорт саласындағы жалпы қаражаттың бөлініп жатуы, басқа да дүниелер бізде көбінесе жабулы қазан күйінде жататын. Енді білмеймін, осы ақпарат қалай бүгінге дейін шықпады. Көптеген спорттар, жаңағы Данияр аға айтып отыр, көп атын білмейміз деп. Олар 8 жыл, 10 жыл тіркелгеннен көп уақыт өткен. Қазір ресми тіркелген спорттар 184-ке жетті. Күннен күнге қосылып жатыр әлі де, өйткені осындай бір олқылық кеткен кезінде тіркеуге болады, рұқсат береді және мемлекет қаржыландырады деген сияқты. Оның ішінде енді бәрімізге белгілі, біраз шу болған пилондағы спорт деген бар. Мысалы, темірге оратылып билейді, кейін біліп жатырық. Оның ішінде балалар көп екен, кәмелетке толмағандар көп қатысатындардың арасында. Одан кейін черлидинг деген бар, спорттық балық аулау, унифайт, биатл, триатл деген расымен де енді 180 спорт өте көп. Енді жаңа депутат Европамен салыстырып жатыр, оңғасында көрші елдермен салыстырғанда да, мысалы Өзбекстанда 17, Қырғызстанда 7 деген сияқты. Тіпті Ресейден де көп қой біздің мемлекет қаржыландыратын спорт түрлері. Аслан, сөзіңізге тұздық болсын, графиканы беріңіздер. Өзге елдермен салыстыруда жақсы. Сіз әңгімеңізге тұздық болады міне. Әлемде қаржыландыратын мемлекеттер спорт түрлерінің саны бар ма? Дерек бізде? Сіз айтқандай, Өзбекстанда деп айттыңыз ғой және? 17 ғана екен.
17 спорт. Беларусь 25, Германия 18, Өзбекстан 17, Ұлыбритания 15. Өзбекстанның ерекшелігі 11 ұлттық спортын қаржыландырады. Ұлттық спорттарға басымдық береді. Сонда көрдіңіз, жалпы саны 28 спортты мемлекет тарапынан қаржыландырады. Беларусьта енді мысалы қатты алыс емес қой бізге. Біздің бюджетіміз Ұлыбританиядан көп деп айтуға аузымыз Бюджет бармайды. көп. Нартай Аралбайұлы өзінің депутаттық сауалында айтты, 775 миллион доллар осы 180 спорт түріне, жоғары жетістіктер спортына бөлінетін қаржының жалпы сомасы. Бұл ақша жағынан салыстырғанда да бізде өте үлкен сома шығады. Марғұлан мырза, енді жаңа айттық қой, Жапонияда өткен, болмаса соңғы мынау Ханчжоуда өткен 11-ші орын бұрын бесіктен түспейтін, қазіргі жағдайымыз мынау болып тұр. Енді кез келген жарыстан кейін, болмаса кез келген жарыстың алдында осы спортқа жауапты адамдар бір сәт ойлану керек шығар. Мемлекеттен, бюджеттен қаражат бөлініп отыр. Кейбір мысалға инфрақұрылым басқаларын айтпай қойым. Салаларға кетпей жатқан қаражат осыған кетіп жатыр. Біз қай жерден қате кетіп жатыр бізде. Президенттің өзі айтып отыр, бюджеттен кішкене қараңдар, айналайындар деп. Сонда біздің жауапты ведомстволар кішкене бір қимыл әрекет жасау, қорытынды шығару деген нәрсе. Енді президент реформа деп айтты ғой. Жалпы біз тәуелсіздік алғаннан бері экономиканың қай саласын алсақ та бізде реформа жүріп келе жатыр. Спорт ол да сол реформа ішінде әрдайым жүріп жатқан сала. Министрліктің өзінің бір қосып бір алып жүрдік қой. Жалпы спорт ол біздің экономиканың нақты сектор емес. Дегенмен спорттың негізгі көрсеткіші ол ұлттың денсаулығының кепілі. Бірақ біз бұл жағынан қарап жатқан жоқпыз. Қазір халыққа түсінікті болу үшін қаржыландыру деген бұл мемлекеттік бюджет есебінен деген сияқты. Мемлекеттік бюджеттің негізгі көрсеткіші бар, мынандай нәтижеге негізделген бюджет деген бар. Егер солмен есептейтін болсақ, бұл қаражат тиімсіз жұмсалған деп айтылуға болады. Яғни біз спортты дамытудың екі бағыты бар да, бұл шеберлікті арттыру және бұқаралық спортты жаңа халықты тарту дейді. Біз қазір әңгімені спорт шеберлігін айтатын болсақ, біз жалпы осы 30 жылда 16 ғана алтын алған екенбіз да, бұл тек қана бір Фелпстің ғана, бір адамның алтыны былай айтқан кезде. Бюджет құю жағынан келетін болса, мүмкін мамандар білетін шығар, ол жағын мен ғаламтордан табылмадым. Қай мемлекет қанша бөледі деген сияқты. Бірақ мына постсовет елдерінің ішінде біз бірінші орында тұрмыз. Мемлекеттік бюджеттің қаржы. Бірақ олимпиада жетістігіміз ауыз толтырып айтатындаймыз. Егер мынау деңгейді қарайтын болсақ, біз шын айту керек, Сидней, Лондоннан кейін былай бәсеңдеп кетіп жатырмыз. Бұл енді жүйелік деп айтайық десек, оған да байланысты емес шығар. Өйткені жүйе дегенде ол заң мен жаңағы бюджет қой. Бюджет әрдайым беріліп отырды, заңымыз ол әрдайым жетілдіріп отырды, қажетті инфраструктура бар бізде. Бұл жерде мен ойымша айтайын, президент қазір оптимизация мәселесін көтеріп жатыр ғой. Сондықтан біз не мақсат қоямыз? Жалпы олимпиадада біз туымыз көтеріледі не үшін? Ол мемлекеттің атын шығару үшін. Түпкілік мақсат елдің атын шығару арқылы ол елге мүмкін болашақта инвестиция тарту. Бірақ біз оны ойламауымыз керек. Біздің мақсат негізгі бұл халықтың мықтылығын, денсаулығын, мықтылығын арттыруымыз керек. Енді мен өзім енді бұл жерге қоғам белсендісі ретінде келе отырып, өзім басымдағы оқиғаны айтайын. Мен Қазақстанда 2 рет жүгіріп өттім да. Сол кезде мен мақсатым мынау ауылдағы инфраструктураны көру керек болды. Спортқа деген жалпы биліктің көзқарасын көргім келді. Шын айту керек, біз мына федерацияны қанша дамытып жатырмыз, жаңағы қанша, енді қателесетін шығармын, 100-ден аса бар ғой, ауылға біреуінің қатысы жоқ. Ауылға өзі айналдырған классикалық бір 5-6 спорт түрі бар. Бітті. Сол себептен біз ауылды да ойлауымыз керек. Осы жерде міне, туризм және спорт вице-министрі Серік Жарасбаев былай дейді. Спорт саласына жалпы облыстық, жергілікті және республикалық бюджеттерді қоса алған кезде шамамен 290 миллиард теңге бөлінеді дейді. Арамызда мінекей Таеквондо федерациясының бас хатшысы Олжас мырза тұр. Жалпы қаражат бөлініп жатыр деп жатырмыз. Бұл жалпы федерацияларға алып қараған кезде қаншалықты жеткіліксіз, әлде бөлініп жатқан қаражат сондай көп деп даурығу барды, нақты бөлінген кезде бәлкім жеткіліксіз шығар. Қаражат біздің федерацияға, нақты біздің федерация дегенде біздің ұлттық құрамаға қаражат жеткілікті. Біздің федерацияның административлік, әкімшілік, аренда офисі, тағы шығындар бар, ол бөлек спонсорлық көмектен келеді. Нағыз қазір мемлекет тарапынан біздің ұлттық құрама командалар барлық жағдайлар жасалған. Инвентарь, спорттық, инфраструктура бәрі әдемі, енді осы бізде ол жағынан вопрос жоқ. Нәтиже көрсету керек. Енді сіз жаңа Аслан мырза айтып қалдыңыз ғой, спорт, пилондағы спорт деп, осыған қатысты парламент депутаты Таңсәуле Серіков бір пікір білдірген екен. Тыңдап алайықшы. Берсеңіздер.
180-нің ортасына керетін спорттар пенчак, силат, биатл, триатл, пентак, текбол, унифайт, черлинг, спортивное рыболовство. Но кейбір спорт түрлері өз Қазақстан біле ме екен, бұл қандай спорт екен? Сосын кейін ана тұрбаға мініп стриптиз көрсететін спорттың аты қалай еді? Спорт на пилоне деген ол да жүр ортасында. Таңсәуле мырза енді сәл артықтау кетіп қалған сияқты стриптиз деп бұл жерде. Бұл да спорт екен. Ол кісілердің шамбайына тиіп кетпеуіміз керек. Дұрыс қой Асылан мырза. Сол не спорт екен көрермен көрсінші, бізге де қызық болды. Пилондағы спорт деген қандай болады ол деген. Видеосын берсеңіздер. Не осылай жаттығады екен. Бұл да спорт қой енді, физикалық. Бұл да спорт. Асылан мырза не дейін деп едіңіз? Енді спорт қырына қатысты бізде енді халықаралық олимпиадалық комитет мойындаған гимнастиканың түрлері бар ғой, көркем гимнастика бар, акробатика бар, спорттық гимнастика бар. Енді сол тұрғыда қосымша осындай спортта келіп, бұның енді тарихын қарасаңыз кішкене бір масқара деректерге тап боласыз. Мен зерттеп көргем. Бірақ енді оның бәрін қазір айтқым келіп тұрған жоқ, айтпағым. Жалпы мына қазір айтылып жатқан әңгімелер бұл спортты жабу емес, спортты тоқтату емес. Осыны басын ашып алуымыз керек. Осыны түсіндіру керек. Өйткені бәрі ойлайды қазір осы спорттар 180 спортты азайту деген барлығын тоқтату, жабу, шектеу деген сияқты. Бұл жерде мемлекеттен бөлінетін қаржыны шектеу туралы ғана айтылып жатыр. Ары қарай 180 федерация бола ма, 300 федерация бола ма, 500 федерация бола ма, жұмыс істеп тұра береді. Тек қана айналайындар, өз күндерінде өзінің қалтасынан ақша шығарып дамытам десе, немесе демеушілердің ақшасын тартам десе, инвесторлар тартам десе, ешқандай шектеу жоқ. Оны шектей де алмаймыз. Бұл жерде мемлекетке түсетін, бюджетке түсетін салмақ азайтылу керек. Және депутаттар айтып жатыр, Дәулет Мұқаев көтерді. Сол ақшаны жаңа айтып жатқан ауылдарға жұмсайық, инфрақұрылымға жұмсайық, балалар спортына жұмсайық деген сияқты. Енді ақшаны оңтайландыруға тиімді пайдалану бар. Данияр мырза, мынадай әріптесіңіз пікір білдірген екен, Нартай Арылбайұлы. Ұлттық спорт түрлерін қолдауға 24 жылы бар болғаны 10 миллион 460 мың теңге жоспарланған дейді. Жалпы 180 спорттың ішінде қаражат қаншалықты әділ бөлініп отыр, және де біздің ұлттық спорт қаражат бөлініп жатқан кезде кенжелеп қалмай ма, босағада тұрып қалмай ма деген алаңдаушылық қой әріптесіңіздің. Енді қазір 24 жылдың басы басталды. Қанша қаражат кімге бөлініп жатқанымен нақты дерек жоқ. Дегенмен бүгін жұмыс тобында маған хабарласып, ұлттық спорттан өздерінің осы заң жобасына кіргізетін ұсыныстардың барын айтты. Енді бұл заңда байқасаңыздар, негізгі бағыт олимпиадалық спорт, паралимпиадалық, одан кейін осы ұлттық спорттарға бағытталған. Қазір қаражаттың бөлуіне. Сол себептен енді ұлттық спорт жаңа Өзбекстанда да айтып кетті Асылан. Басты енді бізде жаңа дүниежүзілік жаңа көшпенділер ойыны дейміз. Жалпы ұлттық нелерге көңіл бөлініп жатыр. Алдағы уақытта бұған мән беруіміз керек. Мен оны қаражат жағын білмедім. Тағы бір дерек бар, бізде жалпы мемлекет бөліп отырған 180 спорт түрі деді қой, қаражат. Соның дерегін беріңізші, Қазақстанда спорттың 180 түрі қаржыландырады. Соның жазғы олимпиадалық 46, 13-і қысқы олимпиада, 67 олимпиадалық емес, 11-і ұлттық, 17-і сурда олимпиада, 18-і паралимпиада, 8-і паралимпиадалық емес дейді. Енді тағы бір ортақ сұрақ болсын ортаға. 180 спорттың қаржыландыруын енді кезең-кезеңмен азайтамыз деген жоспар бар. Қаражат артылған кезде, онда сіз жаңа айтып өттіңіз, елді аралап шықтым, инфрақұрылым тозып тұр деп. Бұқаралық спортты дамыту туралы көп мінберлерден айтылып жатыр. Содан артылған қаражат бәлкім алдағы уақытта инфрақұрылымды дамытуға жұмсалу керек шығар. Не ойлайсыздар? Бұл жерде енді мемлекеттен бөлінетін ақша емес, облыстық спорт басқармалары бар, әкімдіктер бар, солар шешу керек қой. Жергілікті жердегі спортқа қатысты жағдайларды. Бір бізде тағы олқылық бар. Осы жергілікті спорт басқармалары министрлікке бағынбайды. Тек қана әкім, әр әкім, мысалы 20 облыс болса, 20 өз мемлекет бар ғой ішімізде. Олар өздерімен өздері шешім қабылдайды, ешқандай есеп бермейді, ешқандай міндеттемелер жоқ. Республикалық бюджеттен облысқа барады да, облыс әкімі шешеді. Өкініштісі жаңа айтып жатқан 300 миллиардқа жуық ақша сол жақта айналып жатыр. Олар да жетпей жатыр тиісті жерлерге. Және көп облыстарда осы олимпиадалық емес бағыттарға басымдық беріп, соларды
көбірек қаржыландырады, соларды көбірек жарыстарға жібереді, солардың жағдайларын жасауға тырысады. Бюджеттің көп бөлігі сонда кетіп жатыр, оның нақты факттер бар. Сәйкесінше жаңағы қаржыландыру заң бойынша қысқаратын болса, енді амал жоқ, қаржы жаңағы. Неге жетпей жатыр? Сіз жаңа айтып қалдыңыз, жетпей жатыр деп діттеген Әр әкім немесе спорт басқармасының басшысы өзінің қалауына, өзінің жанына жақын немесе жанына жақын адамдарға байланысты басымдық беретін спорттарды таңдайды, мысалы жаңағы. Сіз жаңа лоббиде қалдыңыз. Облыс әкіміне мысалы теннис ұнайтын болса, тенниске көп қаражат бөлінеді. Ашығын айтқан кезде Футбол ұнаса футболға ма? Бұл жерде де бюджеттен қаржыландыр да. Бұл жерде индикатор жоқ былай айтқан кезде. Біз жол салсақ, жолды көрініп тұрады, иә? Міне жол салында ақша игерілді. А спортта қалай? Ол көрінбейтін дүниелер көп. Сосын біз спорттың өзі қызық дүниеде, бір 10 жылда олимпиада чемпионы болу да ол мүмкін емес. Кейде болады. Кейде бір жылда да олимпиада болу мүмкін. Өзі сондай қызықты дүниеде. Бірақ мен сізге бір қызық айтайын, жалпы мынау олимпиада біздің мақсат. Қазір олимпиаданы көздеп отырмыз ба? Ту көтеріледі деген сияқты. Бірақ мынау олимпиадада ең қаралымы көп спорт түрлерінде біз Қазақстан қатыспаймыз. Ол жаңағы жеңіл атлетика, ол жүзу, ол гимнастика. Біз өте азбыз. А біз алтын алатын, енді білесіз ғой, ол жақ біз көп халық көрмейді ондайды. Енді аз салыстырмалы түрде. Енді біз негізгі мақсат, біз нені қоюымыз керек? Біз жалпы халықты тартуымыз керек. Ұлтты қалыптастыратын жақсы, ол мықты ұлт болу үшін спортқа бейім ұлт болу керек. А ол бізде жоқ. Өйткені біздің ауылдағы деңгейде спортты былай қарастырады. 20-25 жасқа дейінгіге әуестенетін бір дүние ретіне қарайды. Одан кейін болмайды ол. Ол немен айналысып жүрсің дейді, тірлігін жасайды. Ал бұл біздің санамызға өмір бақи ретіне кіруі керек. Спорт деген 60-70 деген кету керек. Сонымен қатар біздің паралимпиада, ардагерлердің спортын дамытып отыруымыз керек. Өйткені ардагерлері қарап жастар жүреді, паралимпийскері қарап бүкіл жастар адамзат тартылады. Біз соған мән беруіміз керек. А біз қазір, мен сізге проблема айтайын, облыстағы спорт басқармалары спорт шеберлігі үшін жұмыс істейді. Міндетті түрде 10 мастер спорта бір олимпиадаға апаруымыз керек. Сонымен жарыс болып жатыр. И соның арасында бізде жаңағы қаржыны игеру де кетіп жатыр. Оның игеруі ол тағы да бір мәселе. Олжас мырза, мынау федерацияларға бөлінетін қаражат деп отырмыз ғой. Өңірлерде Аслан айтқандай дұрыс, ондай проблема бар. Олар өздері қаржыландыру жағынан тәуелсіз. Министрлікке қарамайды, жаңа айтқандай да. Мысал келтірсек, біздің Ақтөбе облысында олимпиадалық спорт түрі тэквондо жылдық бюджеті 16 миллион теңге. Солар біздің құрамаға 5 баласы кіреді. Әрбір возрастқа кадет, жастар, ересектерге 16 миллион деген ақша. Қазақстанда оқу жаттығу жиыны болған кезде күніне 19 мың теңге бөлінеді. Тамағы, жататын жері. Енді санаңыз, енді 16 миллион шетелгі жарыстарға бару керек. Ішкі Қазақстандағы дайындалу керек. 16 миллион теңге. Жаңа сіз айттыңыз, жетпейді, әрине жетпейді. Өңірлерде жетпейді. Ұлттық құраманы айтпай қойын, ұлттық құрамада бәрі жақсы. Ұлттық құрамаға егерде ақша жетеді. Құпия болмаса қанша қаражат бөлінеді жылына? Тэквондо құрамасына бір 240 миллиондай. Бірақ бізде осы жылдан бастап 50 шақты спортсмен бар. Сол 50 шақты жылдық бюджет 250 миллион теңге. 250 миллион. Оның ішінде 12 оқу жаттығу жиыны, бір 8-10 жарыстай бар шетелдегі. Оның ішінде тағы ішкі Қазақстан чемпионаттарын ұйымдастыру сол бюджетке кіреді. Енді мынау әлемде қаржыландыратын мемлекеттерді жаңа айттық. Енді бәлкім бізге өзіміздің оң жамбасымызға келетін спорт түрлерін алып, соны негізге алу керек деген жаңа Аслан мырза айтып тұрғандай. Сіз қалай ойлайсыз, Данияр мырза? Енді қазіргі құрып отырған жоспары осы медаль алып келетін спорттар. Оның үстіне жаңағы басты медаль күтетін спорттар бар ғой. Жақсы результат беріп жатқан. Осыларға басымырақ көңіл бөлу қазіргі мақсат. Енді сен айтып отырғанын түсіндім. Жаңа велоспорт, большой теннис сияқты әлем көретін спорттар деп айтып отырсың. Дегенмен де кез келген медаль, алтын медаль елдің жаңағы әлемдік несін көтереді ғой. Беделін көтереді. Одан кейін жаңағы үздік 10-қа, 4-ке кіріп тұрсаң, 10-та әлем көреді. Сол себептен екінші шетінен енді олимпиадалық спортқа жастарда алдыға қойған бір стимул дей ма, алдыға қойған бір мақсат. Осы олимпиада чемпионы болу. Ол әр спортшының арманы. Біз енді 5 миллион оқырманы бар парақшамыз бар. Инстаграмда хабардың сіздер де жазылып қойыңыздар. Сол жерде сауал тастадық көрерменге. Және де сұрақ қойдық, пікірлеріңізді білдіріңіздер деп. Сол сауалнаманы беріңіздерші экранға.
мемлекет спортты қаржыландыру керек пе деген. Иә, қаржыландыру керек 65%, жоқ қаржыландырмау керек 15%, олимпиадалық спорт түрлерін ғана дегенге 14%, бұқаралық спортты ғана дегенге 6% халық жауап берген екен. Енді қаржыландыруға қатысты көпшіліктің көкейінде сауал көп. Аслан мырза, сіз қателеспесем, қазір заңға енгізілетін түзетулер мен толықтыруларға қатысты жұмыс тобында барсыз, иә? Депутаттардың көтеріп жатқан тағы бір мәселесі, ол бюджеттен бөлінетін қаражатқа футбол саласында келетін легионерлердің ақшасы төленбеу керек деген. Жоқ, футболға қатысты емес, жалпы легионер деген бізде қазір білмеймін, үлкен мәселе болып тұр. Кейінгі кезде олардың көбейген соншалық адамдар кәдімгі бір кері әсері бар да соларға. Әлеуметтік желіде байқаймыз жазбалардан. Депутаттардың көтеріп отқан мәселесі, оның ішінде жаңа Елнұр Бейсенбаев пен Нартай Аралбайұлы бастама болып, легионерлерге, яғни шеттен келетін спортшыларға мемлекеттен қаржыландыру тоқтатылсын, мемлекеттен қаржы берілмесін. Тағы да, егер өз қалтасынан төлейм десе, немесе демеуші тартып әкелем десе, оған әрине жол ашық, бірақ мемлекеттің қаржысына осы легионерлерге ақша бөлінбесін деп отыр. Өйткені бәрімізге белгілі, мысалы Барыс хоккей клубында 40 миллион теңгеге дейін ай сайын алатын хоккейшілердің есімін естідік. Астана футбол клубында 19 миллион, 12 миллион жаңағы шеттен ай сайын алатын айлықтар. Әрине бұл ешкімге ұнамайды, кәдімгі қарапайым халықтың ашуына тиетін деректер. Сондықтан легионерлер мәселесін қаржыландыру бір мәселе. Екінші, жалпы оларды елге тартқанда келген кезде бір келісімшарт жасалады тараптар арасында. Сол да ашық емес, бізде ақпарат ала алмаймыз. Көбі, мысалы, тәуелсіздік алған жылдардан бері 101 легионер келіпті осындай. Келіп азаматтығын ауыстырған, менде тізімі бар, бірақ басым бөлігі кейін өз елдеріне қайтып кеткен. Жаңағы соңғы таблица бар. Келген қаражат тапқан кеткен сияқты. Өзінің тарихи отанына оралды. Бізге келді, ақшамызды алды, енді негізгі мақсатына қол жеткізді, одан кейін кетіп қалды ғой. Біздің отандық спортқа дамытуға ешқандай үлес қосқан жоқ, кейін бала тәрбиелеген жоқ деген сияқты. Тілімізді, дәстүрімізді қабылдаған жоқ. Аслан мырза, хабарласқан көрермен бар екен, осы тақырыпқа қатысты ой білдіремін дейді. Кеш жарық тікелей эфирдесіз. Алло, ол тура енді бар ғой, енді шеттен келген ойыншылар бір тиынды қажеті жоқ қой, олар іше ауырмайды ғой. Айналайын, соларға кеткен қаражатты мына жасөспірімдерге, сол жерде жүрген футболистерге, волейболистерге ең құрмаса бір 10% қосып берсе, өздері ойнайды ғой. Не керегі не, сол легионер деген бірдемен шығарып алыпсыздар, вообще білмеймін. Футболистерді де, волейболистерді айналайын, не деген сұмдық. Өмірі қайратта Тимур Сегізбаев, Байшақовтар ойнады, ешкімді шақырған жоқ. Біз сырда ортасында ойнап жүргенбіз. Түсінікті, рахмет пікіріңізге. Енді алдағы уақытта бәлкім кім біледі, өзгеріс еніп қалуы мүмкін енді. Спортта негізі национальный эгоизм деген түсінік бар экономикада ше. Біз спортқа да енгізуіміз керек ше. Біз мақсатты өзіміздің қара домалықтарға басымдық беру. Қалай болғанда да өзімізден шығарайық деген. Өзімізден болу керек. Ол мүмкін бе бізде? Мүмкін. Өткенде әріптесіңіз Ермаш мырза айтады, біздің балалар допте болмайды. Неге Қытайларда басқа ұлтты көрмейміз? Біз қазақ балалар туралы сөйтіп айтсақ бар ғой, біздің балаларды мысалы кім қабылдайды, мысалы тәжіктер айта ма, қазақ балалар жақсы ойнайды, или өзбектер айта ма, біздің қазақ балалар жақсы. Оны біздің балаларды керек қылатын, өзіміз ғана, өзіміз шеттетсек, жаңа футболшылардың көңіл күйін ойлап қарашы, соны естіген кезде не болды? Мысалы олардың арманы бар, оның артында келе жатқан жастар бар, жасөспірімдер бар. Ой, сендер бәрі ойнай алмайсыңдар деді. Сынып қалды ғой, моральдық тұрғыда. Оған әсеке дәлел бар ғой, біздің шорт-трек командамыз, фристайл акробатика командамыз. Ойбай, осы қысқы спорт түрлері қазақтарға болмайды, боксқа бара беріңдер деп. Мына әпедем мысалы, шорт-трек бізде Абзал Ажғалиев, фристайл акробатикада Жамбыл Алдаберген, оның алдында Инкарбек Бағлан, шаңғыдан әлем деңгейіндегі шеберлер ғой қазір осы жарыстарға. Қысқасы ұғымнан кету керек дейсің, мына спорт біздікі, мына спорт менікі емес, біздің қолымыздан келмейді. Егер де қаражат бөлініп дұрыс инфрақұрылым болып, бапкерлер болса, шығады ма сонда? Жаңа айтып отырға миллиард долларға жуық ақша бөлінеді федерацияларға. Бірақ олар алады да легионерді әкеледі. Ол ең оңай жолы ғой, шетелден дайын спортшыны әкелдің де нәтиже көрсеттің. Болды, ана ақшаны жауып тастадың сен. Неге сен сол миллиард долларға іздемейсің ауылдан барып бір баланы? Неге таппайсың? Неге жұмыс жасамайсың? Бүгінгі көрсеткіш төлемеуіміз керек дейсіз ғой? Неге біз баспен кішкене жұмыс жасамаймыз? Неге аяқпен жүріп, аралап ауылдарды іздемейміз сол балалар? Бар ғой негізі кезінде. Оған жауапты адамдар да ақылды шығар. Сіз бен біздің ойымыз жетіп тұрған дүниеге. Бұл жерде екі жолы бар сияқты. Бір жолы мына енді
мысалы алдыда қазір не Иә. келеді ғой, Париж Олимпиадасы, иә, уақыт. Келесі Олимпиадаға дейін кім бар, кім жоқ. Сол себептен кейбір федерация жаңағыдай мықты бір спортшыларды алып келіп, результат көрсеткісі келуі мүмкін да. Бұны түсінуге болады, жақсы. Шынымен де медаль беріп жатса да. Ал екінші мәселе, жаңа кәсіби спорттар шақ бұл жерде құртып отырған. Жаңа барыс, футбол деп отырған, жаңа өңірлерде көп қаражаттың бәрі қайда кетіп жатыр. Айналып келгенде осы жаңа футбол, хоккей сияқты осындай спорттарда өте қаражат жұмсалып кетіп жатыр. Жаңа айтып отқан ауыл спортын өте дұрыс айтып отырсың. Менің негізгі басты мақсатым осы ауыл спортын көтеру. Себебі 40-50 мың, 20 мың тұратын ауылдар өте көп, бірде бір спорт залдары жоқ. Ал жаңа Аслан айтып отырған легионерлерді бір айлығын қарасаңыз, бір айлығы бір ауылға бір қазіргі кешен салып беруге жетеді. кешен салып беруге жетеді. Сол мақсаттардың енді былайша айтқанда осы күнге дейін жаңа Аслан дұрыс айтады, қайда кім қарап жүрген бір ешкім білмейді. Былайша айтқанда біз өзіміз спорт саласында жүріп, спортқа көңіліміз қалған соншалық, не болып жатқанына да мән бермей қалған кездер болды. Ал енді қазір түңіліп қарасақ, шынымен ішінде қаншама қаражаттың оңды солды жұмсалғанын байқап көруге болады. Бүгін парламенттесіз, енді алдағы уақытта осы заң парламенттен қолдау табатын болса, біраз федерациялар қаржылан қағылады деген сөз ғой, енді ақиқатын айтқан кезде, иә? Жалпақ тілмен айтқан кезде. 26-шы заң жобасына сай елімізде жылына 30-40 спорт түрі қысқарып отырады дейді. Қаржыландырудан тағы да ескертіп айтайық. 26-27 жылдарға ресми тіркеудегі 180 спорт түрін 2 есе азайту жоспарда бар дейді министрлік. Бірақ үлкен қарсылық болатын сияқты. Қалай ойлайсыздар? Болады, кез келген өзгеріске болады ғой енді қарсылық деген. Бірақ енді мысалы өзіміздің болашағымыз үшін енді президентте тапсырма беріп отыр, бір уақыт келеді ғой, шегіне жетеді, төмен құлдырлай беріп бір тірелуіміз керек қой, ары қарай құлай бермейсің ғой. Жаңағы иә, расымен де 180 спортты бірден кесіп тастамайды, шорт етіп, оның 30 спорттан деді, кезең-кезеңмен қысқарту жоспарланып отыр 2027 жылға дейін. Оны да ескеру керек. Сол кезде 100 спортқа дейін төмендейді. Одан кейін жаңа олимпиадалық, паралимпиадалық, сурдолимпиадалық спорттар қалады ғой. Оның ішінде де бізге келіңкіремейтін, жаңағы жанымызға жақын емес спорттар көп. Оны да кейін жайлап ажыратып, сараптап, басымдық беретін бағыттарды айқындау керек. Олжас мырза, тағы бір мәселе, өткенде Аслан мырзамен бір сөйлескен кезде, медициналық штаб, классификаторлардың саны ел бойынша 2 уақыт дейді, жұмыс істейтін мамандар мәселесі де бізде күрделі дейді. Спортшы бар, және де спортшының бабы бар ғой, жарақат алуы мүмкін, басқа деген сияқты. Осы бағытта қаншалықты бізде мәселе бар? Мамандар жағынан біз былтыр шорт-трек спорт түрінен әлем чемпионатына бардық, әріптестеріміз федерациямен бардық Сеул қаласында. Сеул қаласындағы Сеул ұлттық университетінің профессорлерімен кездестік. Уақыт өте тығыз болды, бірақ осы кісілер енді спорт менеджментте ақшпен өте жақсы жұмыс істейді, Австралиямен сабақ береді. Сол университет әлем бойынша Азияда номер бар осы салада. Әлем бойынша 20-шы орында тұр. Сол кісі бізге бір кеңес берді. Біз айттық, аға, сондай жағдай бізде Қазақстанда. Қаражат бар, ел бар, бой деген бар, түр бар. Не жетпейді бізге? Біз оны өттік дейді, Корея елі. Ақша бар. Өттік, оны өттік дейді, шыны керек. Сіздер қазір бүкіл ақшаны спортшыларға құртасыңдар дейді. Сосын тренерлерге, сосын спорттық менеджментке. Біз осы жолды өттік дейді. Сіздерге қазірше менеджментті бүкіл ақшаны сол менеджментке құю керек. Менеджмент жақсы тренерлерді табады. Уже тренерлерден кейін тренерлер өздері ауылдан ба не іріктеу жасаймын. Аударыңдар деп тұр ғой сонда. Аударыңдар 180 градусқа. Жақсы. Түсінікті, енді бізге берілген уақыт аяқталыпты. Алдағы уақытта енді бұл заң талқыланған кезде Данияр мырза біраз әлде пікірталастар болады. Ол кезде сіздерді осы студия түрінен көреміз деп ойлаймын. Уақыт тауып келгендеріңізге рахмет. Мәдениет пен спорт елдің имиджін көтерумен атын шығаруда басты құрал, бірақ кейінгі жылдары ел спортының берекесі қашқаны жасырын емес. Спортқа жауапты министрлердің жиі ауысуы да бұл саланы итталаған тулақтай етті. Енді міне президенттің өзі тікелей тапсырма беріп, жағдайды реттеу керек деп отыр. Бүгін біз сөз еткен мәселе сол президент тапсырмасын орындаудың алғашқы қадамы болса керек. Ақиқат ашық талқыдан туады. Аман жүздескенше.